Алағырдан су іздеп құдық қазуды ата кәсіп қылып алатын қара шәулеті бесіктен белі шықпай жатып естейтіні мазақ. Қараш, тіккені күрке, асқаны бақыраш, иті үрегеш, қызы күлегеш. Ақ боз үйге кіре алмас, шоңқайма етіп кие алмас, шөккен түйеге мін алмас. Міне, жетті-ау ақыры. Еңсеп көзін тас жұмып, ұзақ тұрып қалды. Біраздан соң қайта ашты. Жан-жағынан түксиген сұр қабырғалар қарауытады. Жалма-жан беліндегі арқанды шешті. Күннің оттай ыстық нұрымен байланыстырып тұрған қыл арқан енді 7 қабат жердің астына жаңғыз тастап. Еңсеп 10 беске ендіріткенде қыл тамақ болып бір жыл бойы қақ түрде қаралашаның үстінде жаттым да қойдым. Бір күні пәленайдан бері нәр татпаған Құлжан бейішінің де тамағынан ас жүргізбей, аңқа-саңқа сүйегін зылдыратып жата беруден әбден жалығып ұзаға мінді. Бес сөрім қамшын алып бер. Бисмилля. Әкесі отағасы. Әкесі. Әкесі содан қайтып оңамады. Аттың әрстерісіне әкесі жасада тамағынан әкесі. Ми қайнатқан ыстық бастауы. Балаларым, кетіп барам. Артымда дәулет қалдырмады деп әкелеріңе өкпелемессіңдер. Қара жер орнында тұрса, шығанмен қара шаштан өлмес. Тіпті болмаса жер шығасыңдар. Әке! Жоқ, әке! Шыжыған шілденің қақ ортасында әкем көз жұмды. Шырағым, әкеден айырылдым. Құлжан пақыр қасарыспа болғанмен ер жігіт еді. Есіл қайраты далаға кетті. Сүйегін орарға қаралы алаша зорға табылды. Шалқар дәулетке кенелтпесе де, бала-шағаның қарны шаппаған. Ата кәсіптен қол үзгеден опа тапқан ол жоқ. Сен де әкеңшілеп, ата-баба артығын аяққа баспа. Дәржан ағаң үйлеріңді көшіріп әкетпек. Соған еріп жолымызда. Мен ел ішінде қырсық Құлжан атанған Құлжанның інісі Дәржан. Бізді бір анадан туды деп айту өте қиын. Өйткені біздің мінезімізде, күшімізде бір-бірімізге мүлдем ұқсамайтын. Үйіме шақшат көрсем де, балаларды көргенде екі езімді жей алмай мәз-мейрам болып қалам. Құлжаның суық қабағына ақтау өскен балалары әуелі басында жумай қойған, бірақ уақыт өте келе іштер сессе керек, шай ішуге келсем бірі тізегелініп, бірі мойныма асылып тапалай жаздады. Дәржан қапелінде еңсепті кел, көр, үйреніп алып құдыққа сүйреген жоқ. Маңдайына бала бітіп көрмеген кісі жер шұқып, топырақ қазғанда өз сияқты қосыңырда зорға шыдап, тауқымет санап, бала жігіттің етін жыртып. Көңілін сындыруға әлі ерте, аяп, құдық маңына жұмқылады. Еңсеп ағасының үйінің қасына келген соң, тағы 2 жыл балалық дәурен құрды. Сер жігіт! Я, Жеңгетай! Ашам, қара торы жүзі жыл-жылда, көзінің оты оянып, ер жетіп келе жатқан қайнымды өзім атқа мінгіздім. Дәржанға біткен жылқының ішінен маңдайына бармақтай ақ жұлдыз меңі бар, құндыз торы дүниеңді еңсептен мінгіздік. Ер тұрманында өзі түседі. Шап болған! Қайда! Жүр! Қайда! Шап болған! Жүр! Қайда!
ханымның төркіне көрсе барғанда қастарына еңсепті де ертіп келді. Ханымның төркіне тек мал жиған емес, сасықбайлар еместі. Дәулетке сай сәулетінде түсіп, көшінде, дастарханында, төсек орнында салтанатпен ұстайтын сән қоя болды. Ал сияқты сарнаттанған ауылдың жігіттері ылғи сән түсіп, ауыл қыдырып ат үстінде жүреді. Арын ауылдың қыздары сондай сұлу, ал жігіттері болса сондай Мінген атым астыма құлақ асқау, шеңбер салдым құдыққа құламасқа әләулем ай. Әдейі іздеп аулыңа мен барғанда ау, танымаған адамдай тұра қашпа әләулем ай. Жүгіріп шықтым белеске, белес жақын емес пе? Осы отырған отырас бір ғанибет емес пе ай. Еңсеп, құдалардың ауылында дырду думанның соңында қанша жыл жүрем десе де, қой бала жетер енді дейтін қайныңның түрі көрінбеді. Қайтамен шыжбалақтап, өз-өзімнен қысылып, мұның бос селтең жүрісін қойып ағасына қолғабыс жасайтын уақыты әлде қашан жеткенін құлаққа қағыс қылдым. Еңсеп те менің көмейімді түсініп, өзінің шыннан да шаруаға қырсызданып бара жатқанын байқады. Еңсеп, шайын қайнады ма? Иә аға, қазір. Ол кезде Дәржанға Төкенбай құдық қазып жатқанды. Ағасы Еңсепті әлі deyіп, әуелі көрсін, үйренсін деп қиынға сала қойған жоқ. Құдықшыларға шай қайнатып, тамақ пісіреді. Еңсеп қайдасың берген? Ауаға. Құдыққа суда жектеу үшін біліп қалдым. Бастапқы кезде топырақ шығаруға көмектеп жүреді, менде құдыққа түсуге де жарадым. Әуелі қолға мүйіз түседі. Сосын күні кеше алсал болып алдыртпай жүрген балғын бұлшық ет. Ширатқан қылар қандай болып шірер шығар. Қатайып қатыгез тартқан бұлшық етпен бірге көңіл де беке. Алдымен арманның аяғына түсіп, әкемнің құдықшылықта неге қашықтап өткеніне енді түсіндім. Жігіттер құдық түбіне қайтадан күміс салды. Бұл жолы орта бөксе болып қойды. Өңі әлі көкістеу. Лайсуға жапа-тармағай қолдарын салып алып ауыз шайып көрісті. Әлі де топырақ тартып тұр. Ашы тұшсын ешкім жағайын алған жоқ. Ертеңіне тағы да құдық басына келді. Емен күбіні жалма-жан құдық басына салды. Күндегіде қатты жерге тиіп тық ете қалған жоқ. Күмп ете түсті. Суға әбден тұнған. Жігіттер! Суға түсті! Алағырдан бір там суды талмай, әбден қаталаған, көзі қарауытқан миы зеңген бас қоятын тішкі келдері. Сұлама дөңге жаңғыз бұлтыйған бір әкелді құдық. Ажал аузында сұлық жатқан шала жансар дененің төсіндегі әлі суала қоймаған. Сыңар емшек сияқты. Төкенбай 3 күн өткен соң келді. Қасында айғыр топ адам. Құдда осы құдықта Төкенбай қазып шыққандай. Төкенбай! Дәржан, ау оға. Ал міне, еңбегің ақталды. Жарайсың. Рахмет, Алла разы болсын аға. Дәржан ағамның қасында 3 жыл жүрдім. Алғаш рет құдықты Бөкенбайға қаздым. Қараша ауылына жиендігі бар жас мырза әкесіне ас бермекші екен. Атақты байдың асын бұрыннан белгілі суаттардың қасында бермей, тусырап жатқан соны өңірде өткізіп, сол маңайды пәлен чекеңнің асы өткен жер атандырмақ ойы бар болып шықты.
Кәсібін енді бастаған бала еді. Сіздің тұқымдай қызақты болар ма екен? Бұл құдықты еңсеп жанға қастырсақ қайтеді. Жөн, Нұрос. Жылмиған кең жазық кенет сәл еңіс тартты да. Бөкенбайдың үйір жылқысынан біресе шаптырып көрдік. Қалың жылқы асыр тұсыр шаба жөнелгенде, ақсақал шалдар жата қалып, жерге құлақтарын тосып тың-тыңдайды. Адам бақыр талай нәрсеге үйреніскенімен, тап қара жердің астына үйрен салмақшы емес. Құдықшының жалғыз серігі үрей. Оны жан жағынан анталап тұрған сыз қабырғаларды. Төбеде жылтырап, екі көзін төрт қылып, өзіне телміртіп тұрған болмаш саңылауды. Аяғының астынан шаянша шағып жатқан сыз топырақта қорқытады. Құдықшы сан-сапа жер шықып, тағын рет су шығарса да, өмір бойы әлемдегі сезіктенумен, өзіне өз сенбеумен өтеді. Қазбас бұрын әбден тәптештеп, бұдан босараның күмәні жоқ, қазық шаншығанымен, жер астына кісі бойы суақ бұл, қалың күдік қайтадан қамап алады. Маңынан тірі жанның не көзін көрмей, не сөзін естімей, бір өзі тырбыңдай беретін жалғыздықпен, ештеңені анық көре алмай пұшайман болатын су қараңғылықтың жігерін ұстап қағандай. Санап, дейтықтан түсетін. Құдықшы неғұрлым көпті көріп, жер ортасына жақындаған сол ғұрлым үрейшіл, неғұрлым құдық түбіне жақындаған сайын, сол ғұрлым күдікшіл болын қайын. Құдықты қазып бітіргенде, өң бойындағы күш қуат түгел сарқылғандай болып, қараңғы шұңқырға енді беттеместей болдым. Күні кеше жігерімді құм болған, қараңғы шұңқырға қайтадан жеделеп алып келген әзілді күштің не екенін ол кезде білмейтін. Келе-келе түсіндім. Бірін-бірі жақсы мен жаманға бөліп, жағаластырып қойған бұл дүниеде бөтеннің аузынан шыққан жылы сөз, қошемет қолпаш аттай әрмені қара жердің астына талай рет тірілей түсірді. Әуелі құдық қазылып біткенде естіген ел жұрт түгел қуанады деп ойлайтынмын. Бірте-бірте ол ойымның қате екеніне көзім жетті. Дәржан ағам, шақырлаған ақтау тесіп су шығара беруге Дайзойдағы елге барам деп үстіртті тастап көшіп кетті. Сол жақта 5 жылдай ауыз суға құдық қазып жүрді де, ақырында бір топырақ үстіне құдық қазып жатқанда, жұмсақ құмның үстіне жапырылып құлап дүние салды. Еңсеп, шың үстінде шыңырау қазып қала берді. Әр шыңырау біткен сайын құдық малдың саны өсе түсті. Бірақ оның есесіне қолқажын саны біртіндеп азая бастады. Дәулет асқандар ғана атағын шығару үшін Еңсепке ат шаптырады. Дәл осы шамада Харизмнен қалпақ деген біреу кешіп келді. Әуелі қалпақ ер шабады, Жолат деген деуші еді. Енді міне құдық қазар деген атақ. Харизм жақтың жері біздей ақар-шақар көкала тас емес. Сазда ауып келеді. Ал саз ойып қалған адам тасқа шап, шыңырау қазуға көндік алар дейсің бе? Ойбай, әлгі қалпақ қазбатқан шырау үстірттің үстіге ең терең шыңырау болатын түрі бар. Қазірдің өзінде 100 қадамнан асыпты. 120 қадам, 130 қадамға жетіпті. Қалпақтың бабасы әулие кісі болған екен. Содан киелі темір қазық қалыпты.
сол қазықпен жер барласа, су шығатын жерге келгенде алақанын тартып белгі береді екен. Қалпақ судың көзі солай табады. Бір күні неде болса өз көзіммен көріп қайтуға бекініп, атыма міндім. Қалпақ оң болсын, айтқаның келсін. Судың қашан шығатынсың айға? Ертеңдері шығып қалады. Жақсы Қалпақ, сәтін салсын. Мен оны дәмге шақырып едім, алдына аузына оралған бір сылтауды айтты да, аяғын өзегеге салды. Атына мініп, жүзіме бір бұрылып қарап, қоштасты да жүріп кетті. Қалпақ соңымнан мүсеке қарап тұрғандай көрді. Әлгі бір қолтығымның астынан демегенінде аяушылық жасаған сияқты. Соны ойлағанда қолтығымның астынан бір шымшып алғандай тұла бойын түршіп сала берді. Бұл шыңырау шынында да сүрттің үстіндегі ең терең құдық болғалы тұр екен. Қазірдің өзінде Қалпаққа сана да кетті. Ақыры сабырым сарқылды. Қаруым талды. Атыма қара бұйрық, киік жайлайтын ойларға, олардың суатқа баратын жымдарына арқары бар сайысталаға қақпан бұрып, аңшылықты ермек етіп көріп едім, одан да пәтуа табылмады. Айдалада келе жатып, аң барлаудың орнына жер барлайды. Қырқа-қырқаның жүргенін қалай тоғысқанын қадағалайды. Шөптің бітісіне зер салам. Алым жоқ, берім жоқ, атымнан түсе қалып, қамшымның сабымен жер қасып қолыма жайып көрдім. Бір күні қақпан құрып келе жатып, іргеде байлаулы тұрған бөтен атты көрдім. Олың болды екен. Ассалаумағалейкум байеке. Уағалейкум ассалам еңсеп. Еңсеп, мен анау бір қырға дейін шығарып салмайсың ба? Болсын байеке. Естіп жатқан шығарсың. Анау Сағынай аты бабамыз ежелден ұрыспай қағыспай, жылма-жыл шығып түсіп жүрген жолды бір өзі емденіп, өткен кеткенмен араласып қап барады. Сонымен басқалар жинасын. Сасық күзінде шақылдаған немемен байланысып, не пәтуа табамын. Дұрыс. Мен тағы да күн аралатып суаратындай жерден құдық қыздырам ба деп едім. Келер жолға күземді сол құдықтың басында қырқсам ба деп едім. Жақсы байеке, айтқаныңыз болсын. Біраздан бері қолыма күрек ұстамағандықтан ба, жүрегім қайтып болды. Шыңырау ойымдағыдай боп шықса, той үстінде Байсалбайдың көзіне көрінді. Мынау судың сылдыры, мынау кәдімгі күркіреп ағып жатқан сарқырама ағын ғой. Осылай қасаңқырай түссем, ол орнаға да жетем. Кенет дәл қасымнан дұрыс дыбыс естілді. Қара шұңқырдың ішінде менен басқа тағы біреу тақтай тасты тарт төмпештеп жатқандай. Дәл қасымнан шыққан өзге дүрсіл бұраңғыдан да күшейе түсті. Ішіне жартастау су сиятындай мынау тақтай тасты ойы еді. Еңсеп! 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 Еңсеп!
бірнеше жыл бойы Қандықұдықтың маңына ел жоғалмады. Біреулер құдықтың перісі бар екен. Есепті ұстап қалыпты десті. Енді біреулер о құдықта айдаһар бар екен. Бірде құдықтың аузынан басын шығарып, өз көзімізбен көрдік деп соқты. Ақсақалдар әр ақылдасып, бер ақылдасып, молда шақырып, кітап ашқызып, дұға оқытып құдықты жын-періден аластады. Шеген деді. Әйгел орнатты. Тусырап жатқан өңір суға қарық болды да қалды. Жаңбырсыз жылдары қанша шыңғырудағы су тартылғанымен, ол лықылдайды да жатады. Не де болса, ол бүкіл үстірттің үстіндегі ең терең, ең мол шыңырау боп атағы жайылды. Бірақ еңсеп қазған емес, еңсеп өлген атанып кетті.